Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын қаймақтан пышки жасаймыз, пончик сияқты. Бізге керек заттар: жұмыртқа, қопсытқыш, май, тұз, қант, ұн және қаймақ қажет. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне тұз, қант салып жақсылап араластырамыз. Май, күнбағыс майы, қаймағымызды салып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп саламыз. Қопсытқыш. Тағы да ұнымызды саламыз. Жақсылап илейміз қамыр қылып. Басында осылай қасықпен илейміз. Енді қолымызбен қамыр қылып илейміз. Бізде жұмсақ, өте әдемі қамыр пайда болды. 5 минутқа тындырып қойып қоямыз. 5 минут уақыт өтті, қамырымызды жаямыз. Осындай қалыңдықта болу керек. Стаканның көмегімен осылай домалақтаймыз. Өзіңізге ұнаған формада жасай берсеңіз болады. Майымызды тапаға құйып, үстіне осылай орналастырамыз. Жай отта пісіреміз. Неге осылай аударамыз. Өте қып-қызыл керемет болып пісіп жатыр. Қараңыздаршы, қандай керемет болып пісіп жатыр. Неге бізде дайын. Қараңыздаршы, өте керемет жұмсақ болып пісті. Тез әрі оңай дайындалады. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер, жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.